Заң мен тәртіп қағидатының аясында Астана қаласының прокуратурасының үйлестіруімен полиция департаментінің қызметкерлері жаяу жүргіншілердің және велосипед самокат жүргізушілерінің арасында құқық бұзушыларды анықтау бойынша рейдтік іс-шараларды жалғастыруда. Жол – бұл ортақ жауапкершілік. Жаяу жүргіншілерге еске саламын. Жол жүру бөліктерінде тек жаяу жүргіншілердің өткелі арқылы бағдаршамның рұқсат етілген белгісінде жолды қиып өту қажет. Жолға шықпас бұрын көлік сізді өткізіп жатқанына көз жеткізіңіз. Телефонға алаңдамаңыз және құлақ қап тағып жол жүру бөлігіне шықпаңыз. Осы бір сәттік зейінсіздік тым жиі қайғылы оқиғаларға себеп болуда. Самокатшылар мен велосипедшілерге ескертеміз. Электросамокат, велосипед бұл ойыншық емес, көлік құралдары. Велосипед жолдарымен жүріңіз, жылдамдық режимін сақтаңыз, жолаушы тасымалдамаңыз және тыйым салынған жерлерде жол жүру бөліктеріне шықпаңыз. Масаң күйде басқару, тротуарларда жоғарғы жылдамдықпен жүру, екеулеп мінгесу, мұның бәрі сізге де айналаңызға да нақты қауіп төндіреді және заңда белгіленген жауапкершілікке алып келеді. Жол жүру ережелерін сақтау қауіпсіздік кепілі.